былай жасайықшы, бүгіннен бастап ешкімге ренжімейміз. Кім сіз жайлы ғайбат айтса да, кім сізге не істесе де, қандай ситуация болса да, ешкімге не істемейміз, ренжімейміз. Қараңызшы, үйден шықтыңыз, лифт тоқтап қалады. 2 сағатқа асығып жатсыз, жұмысқа барайын деп тұрсыз, бастық хабарласып жатыр сізге. Ашуланбаймыз. Спокойно лифттің ішінде 2 сағат тұрамыз. Білесіз бе, не үшін ашуланбаймыз? Өйткені Алла қаламағанда сол лифт тоқтамайтын еді ғой. Сол сәтте не істейміз? Я Аллахым, мына лифт сенің қалауыңмен тоқтады ма? Сен бұйрық етіп тұрсың ба осы лифттің тоқтауына? Болды, Аллахым, қабылдадым. Өміріңізді осындай кішкентай нәрселерден бастаңызшы, ренжімеуді. Сонда адамдарға ренжуді сіз доғарасыз. Сіз бірінші күнделікті өміріңізде болып жатқан ситуацияларға ренжуді тоқтатыңыз. Үйден шығып бара жатқан кезде аяғыңыз қайсып қалады ғой, я? Альхамдулиллах деңіз де тұрып кете бересіз. Үйден шығасыз, сіз шақырған таксисіңіз айдалада жүр. Кешігіп жатсыз ба? Альхамдулиллах тұра беріңіз. Неге? Өйткені каждый ситуация Аллахтың рұқсатымен болып жатыр ғой. Мида не болу керек бізде? Каждый басқан шагым Аллахтың рұқсатымен болып жатыр. Мүмкін жерге түсіп кете ма? Альхамдулиллах. Жаңбыр жауып жатыр ма? Лай басып кетесіз ба? Альхамдулиллах. Жұмысқа кешігіп жатсыз ба? Альхамдулиллах. Любой ситуацияда ауырып қалсаңыз да не істейміз? Альхамдулиллах дейміз. Біз әлемге ренжуді, адамдарға ренжуді, когда қоямыз, өмірімізде кішкентай ситуацияларға ренжуді қойған кезде, біз адамдарға ренжімейміз уже. Бүкіл адам сіз жайлы ғайбат айтып жатыр ма? Аллахтың рұқсатымен. Аллахтың рахымы жатыр, мына әлем сіз жайлы ғайбат айтып жатса да, білесіз бе? Аллах сізге бір нәрсені түсіндіріп жатыр. Болмаса сол ғайбат арқылы сіздің күнәңізді не істеп жатыр? Кетіріп жатыр. Жаңбыр жауып жатыр. Бір әдемі болып киініп шықтыңыз үйден. Бір машина келеді да, үстіңізге полный лай шашып кетеді. Не істейсіз? Альхамдулиллах. Бұл лай шашып кетті, өйткені Аллахтың рұқсатымен. Болды. Үйге кіремін да не істеймін? Киімімді ауыстырамын да, қайтадан үтіктеймін да шыға салам, болды. Өйткені мен қазір ашулансам да сол үйге кіріп киімді ауыстырып шығамын, ашуланбасам да сол үйге кіріп киімді не істеп шығамын? Ауыстырып шығамын. Бүгінгі күнім не болып кетті? Бәрі неге қырсығып кетті? Светофор қызыл, жұмысқа келсем анау, аняға бұрсам мынау. Бәрін өзіңіз өз қолыңызбен жасап жатсыз. Ашуланғанда ештеңені шеше алмайсыз. Ашуланбайсыз ба? Каждый кішкентай мелочқа ашуланбауды үйренесіз ба? Аллах не істей береді? Өміріңізді жеңілдете береді. Каждый ситуацияға ашулана бересіз ба? Өміріңізді не істейді Аллах тағала? Ауырлатып қояды, болды.